Ал құрметті қалайық, қазір біздің әңгімелейтініміз кішкентай қазақтың қыздарының бас киімі. Енді менің қолымда кішкентай тақия тұр. Бұл тақияның да шығуы ерекше. Қазақ халқы өздерінің кішкентай кезінен бастап қыздарына көп көңіл бөлген. Ол қыздың нәзіктігін, ол қыздардың сезімталдығын, олардың бой жетіп келе жатқандағы қылықтарын көз алдарында ұстап, соған бағыт бағдар беріп отырған екен. Ал енді бас киімге келетін болсақ, бұл кішкентай сәби қыздар ақырындап өсіп 4-5 жасқа келгеннен бастап анасы қыздың басындағы шашын жасырып тұру үшін, әдемілігі үшін, қыздың шашын ыстықтан, суықтан қорғау үшін осындай бас киімдер кигізген екен. Ал енді кішкентай балаларға, сәбиге осындай тақия тігіп, оны әдемілеп, түрлі шолпыларын тағып, оюларын тағып, түрлендіріп, әдемілігі үшін қыздарының басына кигізіп қойған екен. Мінекей, осылайша сонда қызға кішкентай кезінен өзінің басына ұқыпты қарауға, шашын күтуге, өзін байқауға, ойнап жүргенде түсіп қалса алып кие қоюға, сондай тәрбиеге, тазалыққа үйреткен екен. Енді осылай қыз балалар тақиямен өсіп келеді да, өсе келе олардың тақиясында түрлері өзгере бастайды. Қыз балалар осындай тақияның түрлерін киіп, төбесіне үкідерін тағып, шаштарына шолпысын тағып, сылдырлатып, әдеміректерін киген екен. Осылай қыздар бой жетеді. Бой жеткеннен кейін ары қарай бөрік киеді, қысқа суыққа қарай бөріктерінің шетін түрлі қымбат аңның терілерімен көмкерлеп, үстіне үкісін қадап, көз тимесін деп, осындай түрленген бөріктерін киген екен. Енді осы бөріктен ары қарай қыздар өздерінің астындағы шашын әрине әдемілеуге тырысып, бой жетеді. Бой жеткеннен кейін әрине тұрмыс құрады. Қыздарын ұзатқаннан кейін барған жері әлгі қыздың басындағы бөркін, тақиясын алып қойып, басына ақ орамал жапқан. Бұл енді сол үйдің келіні болдың, сен өстің, бой жеттің, біздің үйдің босағасын аттадың деген мағынаны білдіреді. Осылай орамалмен жүре берген әлгі қыздарымыз біртіндеп үлкен әйелдерге айналады. Әйелге айнала келе енді табиғаттың заңы бойынша, жаратылысы бойынша қыз балаларымыз бала көтеріп кішкентай нәрестесі болады. Сол нәресте болған кезде апалардың киетін кимешегінде кигізген екен. Себебі даладағы кигіз үйде әрине бөлме жоқ көбінде, сондықтан да кимешек кигізіп, оның сыртындағы жабуымен қыздар омырауын жауып, кішкентай сәбиін емізген екен. Осылайша бір жағы әдептілікке, бір жағы тазалыққа, бір жағы ана үлкен кісілер, бөтен адамдар келгенде қорғанып, бір қырында отырып емізудің өзі үлкен адамға деген сыйды да білдіреді екен. Міне осылайша қазағымыз жыл өткен сайын өздерінің бас киімдерін өзгертіп отырған екен.